Көріс айту үш үлкен мазмұнға бөлінеді. Көріс айтудың бірінші түрі адамы қайтыс болып жоқтау айтылып жатқан қаралы шаңырақтың адамдарына арнайы көңіл айта келіп, үйдің тұла ту сыртынан озандап келіп, үйде жоқтау айтып отырған үй иелеріне келіп, құшақтап көріс айту арқылы бет көрсет. Сонымен көрісу мен жоқтау араласқан зарлы үн, қайғылы дауысқа ұласып, үй іші мұнарлы мұңға айналады, жасты көзге толады. Қазақтың мұндай көріс мазмұнында қайтыс болған адамды жоқтау, тірі адамға көңіл айту, аман сәлем ету, қоса қайғыру сынды жақындық, адамгершілік мазмұн түгел қамтылады. Басы қаралы, жүрегі жаралы болып зар еңіреп, еңсесі түсіп отырған қаяу көңілді жандардың жанын жылытатын сөз айтып, өмірге, тірлікке қайта үміттендіреді. Көрісудің екінші түрі алыс жылдар бойы алыс жердегі туыстарымен бет көрісе алмай, араға алыс жылдар салып келіп көріскенде айтылатын көрісу. Көрісудің бұл түрінде өлімді күндегідей ашты зар, қосалы дауыс шығармайды, зарланбайды. Сағынышын басу, жарқылап жылап тұрып амандасу, бірін-бірі көргеніне шүкірлік ету сынды мазмұндар қамтылады. Көрісудің үшінші түрі ұзатылар қыз тойы аяқталар алдында. Ұзатылатын қыз әке-шешесіне, әпке-сіңілісіне, аға-бауырына, басқа да ет жақын туыстарына, көршілеріне, үй босағасына өлеңмен көріс айтылады. Мұны қазақ салтында сыңсу деп те айтады.